сәлеметсіздер ме біздің каналымызға біз сіздерге бүгін дәрігердің қабылдауына қалай жату керек боламыз. Бұл сұрақта басқа да қызметтерді көрсететін боламыз. Сіз бірге болыңыз. Ол үшін ең алдымен гуглға кіріп егов.kz деп жазамыз. Терапевтке, педиатрға болсын, жазу үшін дәрігерлерге немесе регистрацияға қыздарға айтудың қажеті жоқ. егов болса болды. Сізде еговтан кейін мына жерде кіру деген батырма бар. Осы кіру деген батырманы басыңыз. цп ключ арқылы еговқа кіре аласыздар. цп арқылы өздеріңіздің электронный подпись алып берсіз деген какой-то осындай порталға тіркелген кезде алып таңдайсыз. Например, аудитпен кіреміз. И кірді. Бұл жерде мынандай поиск болады. Бұл поискқа дәрігердің қабылдауына жазу деп автоматически шығады. Немесе бұл жерде поиск жасаңыз болады. Екінші мына жерде денсаулықта 3 бөлік бар. Соның басында көрсету деген онлайн сұрауды басып онлайн енді егер сізде бала бар болса бала үшін болып ал егер өзіңіз жазатын болсаңыз балаларды өзіңіз бала үшін жазып екі бала бар біріншісін одан кейін автоматически ол қай жерде учеттен тұрса сол жерде поликлиникада қабылдауға дәрігерлер одан кейін одан менің 18-і менен 19-ына тіркелгім келеді десек 19-ына тіркелеміз. Медициналық ұйымдардың қызметінде педиатрға ма дәрігерге ма педиатрға өз педиатрыңызға беруіңіз керек. Одан кейін қабылдау мезгілі қай уақытта сіз бұл уже записано. Бұл менің жазылып болған болса уже сол сияқты сіз бұл уақытта жазып негізінде жиырмасына ашыңыз бұл өздеріңіз театр болсын